Барлықтарыңызға сәлем. Жаңа влогымды бастайын. Құрбыммен бірге туысқан деген кафеге келдік. Өзіме цезарь салат заказ беріп едім. Қараңыздар, порциясы қандай үлкен. Мен қолым болса міне. Ше әдемі. Қазақша шай алдық. Чизкейк сары алдық. Блогер olduğumda şimdi düşünüyorum. Jadi подписчиктер етіп Аминь. Сізбен фотоға бола ма деп әңгімемізді скоро. Кстати, мен YouTube каналымда берсе 100 подписчик қой деп жатыр деп. Да? Азамат 100 подписчикті атап өткізіп беремін деп тұр. Құралай бізге Кореядан осындай сыйлықтар алып келіпті. Біреуі өзінің мойнында тұр. Қараңыздар қандай әдемі, нежный. Ахмет. Какие хотите? Маған золото. Тебе тоже? Рахмет. Забрел. Не хочу. Блестишь. Сару почти все-таки. Типа. Көрініп тұра ма? Вот так стить. Кофтадан көрінбей қалды. Жоқ, көрініп тұр, просто футболку надо чуть-чуть. Бананы мен сияқты чок елетіп пісер. Отдельно тұрады. Вау. Еще она сама такая, типа, светленькая. Менің нелеріме елесіп тұрдысың ғой. Қой? Ой, нелеріме. Құрбылармен кездесуге кішігірім сыйлықтар алып келдік. Олар маған прикол ұстап отыр. Әр кездесуде осындай сыйлық сыйлап тұрсақ қызық болар деп міне алып келдік. Бірақ ішінде не бар екен көрсетпейміз. Сіздер не бар деп ойлайсыздар бұндай кішкентай. Енді басқа достарымызбен киноға барайын деп жатырмыз. Шам театрының түсірген номер 37 фильміне баратын боламыз. Күн өте күшті өтуде. Бүгінгі күнімді достарыма арнадым. Осындай достарым барына Аллаға шүкір. Мен сендерді жақсы көрем. Уже оформление инфинитида. Заранее түсіп алып жатырмыз. Щиро привет. Щиро. Кинотеатрға келіп аяғастан ағаммен жеңгемді көріп қалдым. Қалай кино ұнады ма?
Достарымызбен кинодан шығып, тамақ ішіп алдық. программа деген мұғалімдердің аттестациядан өтетін уақытта қажетті документ. Былтыр қайнатамның туған күніне 50 жасқа толған кезінде жолдасым екеуміз қажылыққа жолдама сыйлаймыз деп осындай сертификат дайындап берген болатынбыз. Бірақ былтыр оның қолы босамай, биыл жолы түсіп жатыр. Алла өзінің үйіне шақырып, жолдасым екеуміз 2025 жылы әкемізге умраға қажылық сапарын өтеп келсін деп билетін алып жіберген болатынбыз. Бұл влогтағы келесі көретін кадрларыңыз қайнатамды шығарып салуыменен күтіп алу. Тамақ күтуге дайынбыз. 2 сағаттан салған дастархан. Барлығын ауылдан дайындап алып. Фотодан істеген жоқ. Аллаға шүкір. Келді деп ағайын туманың басын қосып шай ішейін деп жатырмыз. Әкеміз сапарын жақсы аяқтап, кіші қажылығын өтеп келіп, ағайын тума барлығымыз қауышып жиналайын деп жатырмыз. Мынау менің бүгінгі жайған дастарханым. Мынау бір күн бұрынғы дайындығымыз. Заготовкалар: балықтан жасалған котлет, тауық қосылған самса және ет қосылған самса. Мына жақта мама блинчик пісіріп жатыр, бауыр жасалған. Өзім пісіріп жатқан осыны салып қоямын мама. Мына жақта бауырдан жасалған блинный торттың заготовкалары дайындалып жатыр. Ал мынаның ішінде қазы пісіп жатыр. Бір пирогымды түсіріп, қазір екінші пирогқа формамды дайындап жатырмын. Жаңа шоколадный творожный пирог жасадым. Енді восточный пирог жасайын деп жатырмын. Алдына песочный тесто дайындап қойдым, холодильникке салып. Енді соны формама жайғастырып жатырмын. Все домашнее болайын деп жатыр. Қолдан әзірленген, дүкеннен сатып алған жоқпыз. Барлығын өзім қолыммен арнайы махаббатпен жасап жатырмын. Қайнатам өзіміздің тағамдарды сағынған шығар деп қажымызды күтіп алуға дайындалып жатырмыз. Осылай кептірілген жемістерді жуып, турап қойдым. Қазір осында саламыз. Содан кейін осындай грек жаңғағында саламыз. Бұны да ұсақтап турап қойдық. Қайнатылған сүтті сгущенканы құямыз бетіне. Өте жеңіл, тез дайындалатын пирогтардың бірі. Мына жақта сірнеге деп ет қуырып жатыр. Мына жақта көксерке балығын қуыруға дайындап қойыпты. Барлым мама істеп жатыр. Мына жақта патшуғы дайындап жатырмын. Мына жақта самсам дайын тұр. Біздер патшубаға скумбрия балығын қолданамыз және жуа қосқанды жақсы көреміз. Сол үшін жуа қосып Şey namaz. Mekke'den. Mekke'den sıyıktı.
Тихо. Немересini ойлаған атасы. Мындай сияқ депті. I love Mickey деп жазылып тұр. Тағы не алып келмейсіз? Майонез ба? Соны айтпаңыз, соған мен. Жоқ, каждыйына сатмыш бөлек-бөлек. Айтсам ғой. Жаңа бірдеме айтып отырыппын. Соңғы соңғы шоколадты шүйреніп өтіп жатсам. Болады. Біртіне. Месуактар ма? Жайнама шақыратын сағат алдым түстейтін. Азаматқа? Мен азамат. Азан шақыратын бе? Азан шақыратын. Күшті. Сағат жақсы беретін адамға жақсылық тағы бір коллекция. Айназға деп алып кетті әке. Бір-бірден сосын бәрімізге тасып беріп кетті. Мәдина. Өтпей болды. Күшті ма түйе? Кім алып келді саған? Кім алып келді түйені? Кім? Кім берді саған? Әлди. Әр келген қонағымызға Мекке Мединадан осындай сыйлық. Магнитик пен шоколад. Сенің дастарханыңда не бар? Обзор дейсің ғой. Кел жақында. Вау! Осы қыз болмаса, осы. Ай-яй, Айназ. Ой. Iya, не бар мұнда? Давай, түсіндірейік. Мұнда қазы мен бауырдан жасалған пирог бар, қуырылған балық пенен котлет бар, Атыраудың хит салаты бар, патшоба бар. Содан кейін бәрінің жақсы көретін баклажан салаты бар. Фрукты, өзім пісірген тәттілер. Sampai kata. Мама да фирменный сырный. Что шада ғой мама да сырный деген. Иә, сырный деген өзінің соғымен, бауымен іше керек сияқты солай. Шкон. Сырный. Күшті бірден істемейді. Отырамын. Күшті ма? Сен мама фирменный. Жұмыс бір жағын. Тогда я по ютубта жүресіз ғой. Не берейін? Ютубта жүресіз деймін ба? Күшті бірдеме айтыңызшы. Жоқ, күшті бірдеме айтыңызшы. Жоқ, сіз айтыңандай, не, мұғалім болып тілек айтыңызшы. 1 декабрь бүгін деп. Қыстың 1 күні. Пісірмесін де қатар. Сөйтіп сақ қоям ал. Өтірік бірдеме істейді екен деп. Бірдеңеңді бересіз, Бүгін қандай күн? Бүгін күшті күн, ерекше күн. Сырный пісіріп жатыр күшті. Умрадан аман есен келді ағамыз. Шүкір құдайға. Барлық тілегіміз қабыл болсын енді. Жегенде арманда, жемегенде арманда.
Алматыға шықтыңдар ғой. Алматыға ұшып, иә. Жан жақтан жиналып. Алматыдан ары қарай шықты ғой. Ары қарай, иә. Алматыдан, мен Атыраудан жалғастым мысалы. Ақтөбеден жалғастым, Оралдан сөйтіп бір-бір. Кейін әр қаладан бір-бірден қоймапты, көбіне. Бір пар жинап алады ғой. Ja, Kuveyt күш. Kuveyt. Жаңа жебес қылып жүрмін да. Махамбетте Ауылда. бірақ әкесі анасы сол бала машинасында болған. Машинасында болған. Иә, мектепте оқығанда әкесі. Орыстың мұғалімі болған. Тамара деген. Құрбыммен кездесуге осындай сюрприз етіп гүл алдым. Өзімен ассоциировать ететін гүлді сыйлағым келіп кетті. Құрбыма алған гүлді анпакинг жасаймыз. Кеттік. Аны жабайын атына бауына шешесің ба? Вау! Ах, Лили. Не үшін алғанын қазір өзіне жеке айтамын деп. Жауын де мағынасы. Ол дейтін жарқын болашақ деген мағынасы бар екен. Жаңа өмір, жарқын болашақ. Серьезно? Сондай ниетпен алдым. Жаңа бастамаға деп, ақ ниетіммен деп, ақ Лили алдым. Жаңа бастама. Өзің білетін барсың дейсің. Надеюсь, у тебя жаңа бастама деп. Сол жарқын болашаққа, жаңа ниетпен, ақ ниетпен. Рахмет. Мен өзіме пикадель заказ бердім. Қараңыздар қандай порциямен алып келді. Әдемі. Қазір дәмін көреміз. Ал Аружан өзіне орзо деген паста алды. Оның да түрі әдемі екен. Сен тек мен видеомда күле береді екенсің деп. Майыс қалып тұрды. Рыжий отыра берейінші. Дәмін көрші. Ұнай ма? Курицасы қайда? Құттай қылып тұра қойған. Ішінде тұр. Күшті. Күшті ма? Необычный ма? Күшті. Не затқа ұқсайды? Несі? Прям қаймақтың дәмі. Күшті ма? Ұнаватыр ма? Мынаның барлығын араластырып көрейік, иә? Қалай екен? Күшті. Необычно. Гүлетінен вареньемен қосқанда қалай болады? Тәттімен қосқанда деп тамаққа. Хрустящий жуаменен вообще күшті болып тұр. Ал бізге ас болсын. Видеоның соңында келесі видеоға анонс жасап жіберейін. Өздеріңіз көріп отырғандай, келесі видео жолдасым екеуміздің дайындаған адвент календарымызға анпакинг болады. Жалпы сіздерге менің видеоларым ұнап жүр ме? Бұйырса 100 подписчик болайын деп жатырмыз. Жақынырақ танысып отырайық. Комментарийге неше жастасыз, не үшін көретініңізді, қашан подписаться еткеніңізді жаза кетіңіздер. Әзірге азғантай подписчик болған кезде сіздермен жақынырақ общение ұстағым келеді.
қазір осы қораптарды әдемілеп жатырған кезде сіздермен әңгіме айтқым келіп тұр. Жаңа жылға қалай дайынсыздар ма? Жақындарыңызға сыйлық алып қойдыңыздар ма? Сіздерге сыйлық сыйлаған ұнайды ма, әлде сыйлық алған ұнайды ма? Маған екеуі де. Былтыр да жолдасым екеуміз 7 күнге адвент календарь жасап, Инстаграмда рилстар түсірген болатынбыз. Өзімізге қатты ұнағандықтан осы жолы да 10 күнге адвент календарь дайындап жатырмыз. Былтыр бізде сумма 20 мың еді, биыл 50 мыңға сыйлықтар дайындады. Арғы бөлмеде жолдасым да өзінің сыйлықтарын дайындап орауда. Қызық, ол маған не алды екен? Сыйлықтарым жолдасымның көңілінен шығады деген үміттемін. Бар ықыласыммен таңдадым. Каспийден де, Wildberries'тен де заказ бердім. Жалпы апта сайын видео түсіремін, видео саламын деген ойда жүрген болатынмын. Бірақ соңғы видеом просмотры аз болып қалды. Соған көңіл күйім түсіп, уже 3-ші аптаға бара жатыр, видео салынбады. Осы видеоны монтаждап салайын деп жатырмын. Бұйырса, жақсы просмотрлар жинайды деген ойдамын. Міне сіздермен әңгіме айтып отырып, сыйлығымды да осылай бантикпен байлап қойдым. Видеоларым ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.